Сәлем достар, сіздермен Дінмұхамед. Бүгін біз сіздерге көптің сұранысына ие болған Астана IT университеті жайлы ақпарат беретін боламыз. Бұл видеоның соңына дейін көрсеңіздер, бұл университетке қалай түсуге болады, қандай мамандықтар бар және университетке толықтай обзор жасайтын боламыз. Ең бірінші университетке кірген кезде көзге түсетін жер ол асхана. Әрине біз қазір кофейняда отырмыз. Студенттердің ең сүйікті орны. Яғни университетте екі кофейня бар және өзінің бір асханасы бар. Студенттерге арналған жеке шкафтар, гардероптар орналасқан. Жалпы бұл атриум деп аталады. Бастапқы кіреберіс. Жалпы бұл жерде диванчиктер бар, көптеген студенттерге арналған ыңғайлы орындар бар. Бұл жерге келіп студенттер өздерінің сабақтарын оқи алады немесе бір-бірімен әңгімелесіп сырласа алады. Жалпы университет сапында арнайы фитнес залы бар. Бұл жерде ұлдар мен қыздар бірігіп тренировкалар жасайтын болады. Расписанияны алдын ала тренермен келісіп ыңғайлы уақытқа қояды. Мысалы, 3 айлық семестрға дейін өздерінің уақыттарын сабақтарымен ыңғайластырып қойып алады. Фитнес залын аралап жүргенімізде біздің Беймлидің бір түлегі оқушысын кездестіріп қалдық. Қазіргі таңда осы университетте бірінші курс оқиды. Сардар есімді бауырымыз. Жалпы кішігірім өзінен бір сұрасақ, жалпы Беймли курсы қалай болды, сізге пайдасын берді ма? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Беймли курсы маған өте керемет пайдасын берді деп айта аламын. Себебі мен УБТ-ға дайындалған кезде Беймлидің YouTube парақшаларынан Беймли курсын сатып алып, сол Беймлидан дайындалған болатын. Біз Беймли курс туралы кішкентай айтып кететін болсам, ол жерде барлық пән бар, УБТ-ға дайындайтын. Өте сапалы, күшті, ұстаздары білімді, барлығы өз ретімен дайындайды. Мен УБТ-дан 128 балл алдым. Тем более математикадан дайындалып, Беймлидан математика көп пайдаландым, және де математикадан 48 балл алдым, информатика 46 балл алдым. Мен қазір IT университетінде оқып жатырмын, және де осы сіздерге айтар өз кеңесім, Беймли курсын алыңыздар, Беймлиден көріңіздер, ол жерде барлығы дайын, сапалы, сіздерден тек қана әрекет, оқу керек. Так что Беймли курсы өте керемет зор. Рахмет. Жалпы студент болған қалай екен, бір жас оқушыларымызға бір ақыл кеңесіңіз болса? Негізі онлайн курс оқыған өте керемет. Тем более Беймлиді оқыңыздар, себебі ол жерде онлайн атмосфера бар, және де университетке келген кезде сізге сол атмосфера қажет. Себебі универде бір өзіңіз келетін болсаңыз, ол жерде қиналасыз. Ал вот онлайн курсты оқысаңыз, сізге өте керемет пайда. Себебі ол жерде достарыңызды табасыз, бір-біріңізге керемет көмек бересіз сондай. Так что Беймли курсын алыңыздар, онлайн курспен дайындалыңыздар, және де тек қана әрекет етіңіздер. Рахмет көп-көп. Сауалыңызды жақсы оқыңыз, бұйырса жақсы жетістіктерге жетіңіз. Фитнес залдың жанында осындай спорт алаңы орналасқан. Бұл жерде футзал, волейбол және баскетбол ойындары ойналады. Және университет сапында арнайы сондай спорттық клубтар өте көп. Астана IT университет сапында жалпы студенттерге арналған демалыс орындары өте көп, коворкингтар өте көп. Соның бірі қазір біз Атамекен Space-ға келіп отырмыз. Бұл жерде арнайы стартап жобасы бар, студенттерге арналған бір коворкинг деп айтсақ та болады. Арнайы стартап жобаларын жетілдіру, жалпы демалу мақсатында осы жерге студенттер жиналады. Стартап жобасын жасайтын студенттерге арнайы осындай кабинеттер берілетін болады. Олар бұнда доступ арқылы кіреді. Олар осында өздерінің стартап жобаларын жасайды, оларды жетілдіреді, және де бұл студенттерге арналған өте бір пайдалы тәжірибе деп те айтсақ болады. Ертең олар өздерінің арнайы сайттарын ойлап табады, арнайы приложениелерін ойлап тауып, App Store-ға немесе Play Market-ке енгізіп, өздеріне пайда келеді, немесе қазақ еліне пайда келеді. Шындарында айтыңдаршы, IT университетінде тек қана информатика комбинациясы бойынша мамандықтар оқытады деп ойладыңдар ғой, бірақ қателесесіңдер. IT университетінде 4 комбинация бойынша мамандықтар оқытады. Біріншісі информатика-математика, екіншісі физика-математика, үшіншісі география-математика және шығармашылық комбинациясы бойынша мамандықтар оқытады.
Ал енді осы комбинациялардың шекті балдарын айтып өтейік. Біріншіден информатика математика комбинациясы, оның өту шекті балы 85 балды құрайды. Физика математика, география математика және шығармашылық комбинациялары 70 балды құрайды. Және ең маңызды ақпараттардың бірі, айту университетінің студенті болу үшін сен міндетті түрде ағылшын тілін жетік меңгерген болуың керек. ұбт-дан ең жоғарғы балл жинап тұрсаң да грантқа түсе алмауың мүмкін. Неге? Себебі айту университетіне грантқа түсу үшін сенде айту университетінің өзінің ішкі IELTS деген емтихан тапсыруың керек. IELTS деген ол сенің ағылшын деңгейіңмен информатика және логикадан біліміңді анықтау. IELTS емтиханы негізі 2 модульден тұрады. Біріншісі ол ағылшын біліміңді анықтау, жалпы сұрақтар 50 балды құрайды, және екінші модуль информатика және логика. Сұрақтар балы 50 балды құрайды. Осы IELTS емтиханнан өтсеңдер, сендер грантқа түсесіңдер. Ал енді IELTS емтиханнан қандай оқушылар босатылады? Біріншіден IELTS, TOEFL емтихан тапсырған оқушылар, және де осы айту университетінің өзіндік олимпиадасының жеңімпазы атанған оқушылар, және де интерпресс ағылшын курсының B1 деңгейін аяқтаған оқушылар осы IELTS емтиханнан босатылатын болады. Ендігі кезекте осы жолды өткерген айту университетінің 2-ші курс студенті Мадинадан сұхбат алатын боламыз. ұбт-ға қанша балмен түсті, қалай түсті және қалай дайындалды, соның барлығын білетін боласыңдар. Ал енді Мадина, ұбт-дан жалпы қанша балл жинадыңыз? Мен ұбт-дан 122 балл жинаған едім. Жалпы ұбт-ға грантқа қалай түстіңіз? Белгілі бір ережелері бар ма? Біздің универге түсу үшін ең алдымен IELTS тапсыру керек, сосын ұбт. Немесе ұбт-дан кейін IELTS тапсыруға болады. Мен өзім ұбт тапсырған соң IELTS тапсыруды жөн көрдім. IELTS май айларда тапсырған болатынмын. IELTS-тен 32 балл алып, успешное прохождение болды. Керемет. Ал енді осы ұбт-ға қалай дайындалдыңыз? Сол туралы кішкене бір-екі сөз айтып өтсеңіз. ұбт-ға мен 11 сыныптың басынан бастап дайындалдым. Күнделікті сабақтарымды оқыдым және де ұбт курстарымды алып жүрдім. Онлайн қосымшамен дайындалдыңыз, иә? Иә. Керемет. Ал енді біздің болашақ студенттерге қандай кеңес берер едіңіз және бір өзіңіздің лайфхактарыңызбен бөлісіп кетсеңіз? Ең бірінші кеңесім әрине, егер де айту универіне түскілеріңіз келсе, онда ең бастысы ағылшын тілін оқу керек. Яғни НТ-дан басқа ағылшын тілінде оқу маңызды деп ойлаймын. Өзім B1 уровень болса да кішкене қиындықтар бар сабақ оқу барысында, сол үшін ағылшын тілін жетік білу керек. Әсіресе спикинг скиллдарыңызды жетілдірсеңіздер өзіңізге жақсы болады. Айту университетінде бакалаврлық оқу жылы 3 жылды құрайды. Және ең қызықты факт, айту университеті де, колледждері де және әскери кафедра осы бір ғимараттың ішінде орналасқан. Егер сен де айту университетіне грантқа түскің келсе, бізбен бірге дайындалып, 7,5 миллион теңгеңді үнемде.